Бәріңе сәлем, қымбатты көрермен. Сіздермен бірге Шипагер арнасы. Бұл видеода Ақшагүлдің құпия сырын айтатын боламыз. Каналды қолдап, лайк басып, подписка жасауды ұмытпаңыз. Ақшагүл көкнарлар тұқымдасына жататын бір жылдық шөптесін өсімдік. Оның Жерорта теңізі жағалауында, оңтүстік шығыс Европада, Орта Азияда, Моңғолияда және Қытайда кездесетін 18 түрі белгілі болған. Елімізде 3 түрі өседі. Ақшагүл биіктігі 30 см болатын бірнеше сабағы бар өсімдік. Көбіміздің үйімізде немесе кеңселерде өсіріп жатамыз. Бұл өсімдікті ақша шақыратын ағаш деп те атай береміз. Жапырақтары теңгеге ұқсас болғаны үшін оны ел аузында теңгегүл деп те атаған. Оны үйде ақша шақырады деген сенімге байланысты бөлмеде өсіреді. Әрі, оның адам денсаулығына тигізер пайдасы зор. Оны алдағы уақыттарда білетін боласыз. Ақшагүл ақша шақыратын болғандықтан, оны үйге әкеліп отырғызарда, үйдің иесі өз қолымен отырғызу керек. Себебі гүлдің сабағы отырғызған адамға энергия беріп, үйге ақша әкеледі деген наным-сенімдер болған. Ал сіздің үйде немесе бөлмеңізде бұл өсімдік бар ма? Кеңселерде, жұмыс орнындағы бөлмелерде қойсаңыз, шаршау мен ашуланғанда және көңіл күйдің болмауы сияқты негативтерге жол бермеуге көмектеседі. Ақшагүлдің сонымен қатар адам ағзасына пайдасы мол. Шырыны арқылы түрлі ауруларды емдеуге болады. Оның қабыну мен әртүрлі вирустарға қарсы тұра алатын қасиеті бар. Сондықтан одан алынған сок арқылы халық еммен емдеу бұрынғы кезден қолданылып келеді. Вирусқа қарсы әсері өте күшті болғаны үшін оны кез келген жұқпалы ауру кезінде қолдануға болады. Оның балғын шырыны мен теріңізді сылап, жаралардың жылдам жазылуы үшін жараны сүртуге, мұрныңыз бітелген кезде мұрынды ашуға және тамақ ауырған кезде тамақты шайқауға болады. Сонымен қатар күйіп қалған кезде денеңізді кесіп алсаңыз, тағы да басқа терінің ауруларында жасушалардың қайтадан қалпына келуі үшін жапырағын кесіп алып жараның үстіне қойса, жара тез жазылады. Шыбын, шіркей, маса, әртүрлі қоңыздар шаққан кезде ақшагүл жапырағы көмек береді. Ол үшін шаққан жерге жапырағын салып байлап қойыңыз. Ісік және қызару тез арада қайтады. Ақшагүл құрамында әртүрлі витаминдер, флавоноидтер, емдік қасиеттері бар әртүрлі минералдар бар. Одан дәрі немесе шырын жасар кезде өсімдікті дұрыс қолданып, концентрациясын қатаң сақтау керек. Халық емінен бөлек ақшагүл ауа тазартады. Адамда депрессия, стресс, тағы да әртүрлі жүйке жүйесі ауруларында пайдалануға кеңес береді. Оны жұмыс орныңызға немесе жатын бөлмеңізге қойсаңыз болады. Ақшагүлдің емдік мақсатта ғана емес, сонымен қатар арықтауға, безеуге қарсы, бетте пайда болған неше түрлі бөртпелерге қарсы күші бар. Варикоз кезінде де көмегі тиеді. Тісіңіз ауырып, тамағыңызға ангина шыққан кезде ақшагүлдің 10 жапырағын алып, 1 стакан жылы суға салып, тамақты ауыз қуысын шайқайды. Күніне 3 немесе 4 рет. Фарингит пен танзалит кезінде жапырағын суға езіп, ауыз шайқаймыз, немесе жақсылап жуып, тазалап, жапырағын шайнаймыз. Бірақ жұтпаймыз. Тамағыңыздағы ауырлық пен қабынуды басады. Қолданар алдында дәрігермен кеңесу керек. Буындар ауырған кезде ақшагүл ауруды басу мен ісікке қарсы жақсы күресе алады. Ревматизм кезінде оның сабағын жақсылап ұнтақтап, ауырған жерге басамыз. Бетін мәрілімен жауып, 2 сағат қозғалмай жатып күтеміз. Күніне 3 рет қайталаймыз. Варикоз және қан тамырларының кеңеюі кезінде ақшагүл гүлінен тұнба дайындап, спиртпен араластырып денеге жағамыз. Тұнбаны кесеге немесе 1 литр банкінің түбіне спирт құйып, үстінен ақшагүл және ақжелкеннен алынған тұнбаны қосамыз. 1 ай тұндырып алып, арқаңыз ауырса және варикоз бар жерлерді сүртуге қолданылады. Ерінге ұшық шыққан кезде бірнеше ақшагүл жапырағын алып, жақсылап жуып, сығып, одан шырынын ажыратып аламыз. 30 минут сайын ұшық шыққан жерді сүртіп отырамыз. Сүртіп болған соң ұшықты дәкемен таңып қойыңыз. Вирус түсіп кетпеу мақсатында. Геморрой кезінде ақшагүлдің бұл аурудың басталғалы тұрған уақытында көмегі көп. Дәріні жасау үшін бірнеше жапырағын жақсылап жуып, шырынын аламыз. Сұйық
вазелинмен араластырып тампон немесе таяқшалармен геморрой ісіктерін сүртіңіз. Күніне 2 немесе 4 реттен қайталайды. Содан кейін 15-20 минут жатыңыз. Егер геморрой жақын арада басталып, оның белгілері қатты білінбейтін болса, оған тек қана жапырағының өзі ғана көмектеседі. Гүлдің үлкендеу жапырағын алып, жақсылап жуып, сыртқы қабатын ақырын алады. Ашылған жапырақтарды артыңызға салып 20-30 минут жатасыз. Күш түсірмей жай ғана жату керек. Күніне 2 реттен қайталауға тура келеді. Аяғыңызды ыстық сабынды немесе сода суға, яғни аяқ күйіп қалмайтындай суға салып жақсылап тазалаңыз. Қайшымен немесе тырнақ алғышпен тырнақтың сау емес жерлерін алып тастайды. Ақшагүл жапырағын алып, қабығынан ажыратып, грибок шыққан жерге қойып, дәкемен ораңыз. Ақшагүл денсаулығыңызға пайдалы болғанымен, оның кері әсерлері бар. Оны кез келген тұнбамен немесе дәрімен араластырған кезде жаймен қосу керек. Егер әдістерді қолданған кезде ол әсер етпесе, дозасын көп қосып немесе түсіріп қайтадан істеудің қажеті жоқ. Ақшагүл жапырағын қолдануға болмайды. Аллергиясы бар адамдарға, жүкті әйелдерге, емізулі баласы бар әйел адамдарға және 16 жасқа дейінгі балаларға. Ақшагүлді қолданып емделу 2 апта жүргізіледі. Егер қызуыңыз көтеріліп, басыңыз айналып, құсу белгілері болса, сізге мүлде болмайды деген сөз. Арнада сіздің денсаулығыңызға пайдалы басқа да видеолар өте көп. Қарап шығыңыз және арнаға тіркеліп, лайк басып қолдау білдіріңіз. Деніңіз сау болсын.